Мен Қостанай облысы Арқалық қаласында экономикалық колледжін бітіріп, сот құқықтық мамандандыру факультетін бітіріп, 2007 жылы Қарағанды экономикалық университетіне оқуға түсіп, сол 2010 жылы бітірген болатынмын. Сот саласында жұмыс істеуді армандадым, әрине. Ол мектеп жасымда 1999 жылы менің нағашы әпкем сотқа жұмысқа тұрған болатын. Сол кезде кезекті еңбек демалысы болуы мүмкін. Біздің үйге келгенде өзінің қандай жұмыс атқаратынын толық айтып, сондай жерде жұмыс істейтінін, сол кезде менде арман пайда болды. Өйткені мағам жаңағы сот отырысы залындағы сәттерді айтқанда, әртүрлі оқиғаларды айтып берген кезде маған қызықты болды. Сол кезде мен соттас жұмыс жасайтынымды уже белгілеп қойған болатын. Содан кейін осы жолда заң мамандығын бітіріп, жоғарғы оқу орнын бітіріп, қазір мінекей сот саласында жұмыс істеп жүрмін. Мен қызметімді Қостанай қаласы номер 2 сотында жетекші маман лауазымынан бастадым. 2010 жылы бас маман қызметін атқардым. 2014 жылдан бастап мінекей сот мәжілісінің хатшысы қызметін атқарып келемін. Сот мәжілісінің хатшысы болғаныма 13 жыл, жалпы осы сот саласында жүргеніме 17 жыл толып отыр. Сот отырысының хатшысы деген ол судьяның көзі мен қолы деп айтсақ болады, көмекшісі, осы сот барысын ұйымдастырушы, тікелей осы соттың жүруіне жауапты маман. Жұмыс күнім сағат 9-да басталады. Осы келгеннен бастап сот жұмысын ұйымдастыру, іс бойынша тараптардың келуін қамтамасыз ету, сот залындағы техникалық жағдайын қарау және оны қосу, тараптардың сотқа уақытылы келуін қамтамасыз етуін қажет. Сондай міндеттерім таңертеңнен басталады. Сот өндірісіне қылмыстық іс келіп түскен кезде судья өндіріске қабылдау туралы қаулы шығарады. Сол қаулыны орындау барысында мен іс бойынша кім қатысу керек, сол тараптарды шақыруға хабарлама жолдаймын. Егерде сотталушы тергеу изоляторында болса, ұстау мекемелерінде болса, ол жаққа талап жіберемін сот залына жеткізу туралы. Одан кейін сол іс бойынша жәбірленушілер бар, олардың өкілдері бар, адвокаттар, барлығына хабарлама жолданады. Іс келіп түсті, мына күнге, белгілі бір күнге тағайындалды, алдын ала тыңдау, осы күні келіңіздер деген. Соттың залын, кабинетін барлығын хабарлап, кім судья, хатшысы кім барлығын хабарлап жіберем. Содан кейін сот отырысы басталады. Сосын сот отырысында уже тараптардың келгенін қамтамасыз етемін, тараптарын сотты ұйымдастырамын. Өндіріске келіп түскен қылмыстық іс бойынша сот отырысына қатысушылар өздерінің өтініш хаттарын береді. Сол өтініш хаттар бойынша қандай не сұрап тұр, мысалы, не туралы. Ол егерде сот отырысы барысында шешілетін болса, судья сол жерде өзі қабылдап, сол жерде шешім қабылдап, тараптардың пікірін тыңдап, өтініш хатты шешеді. Ол одан ары іске тігіледі. Іс қаралып болғаннан кейін оның үкім бойынша қандай шешім шығарылды, соны орындауға кірісеміз. Жаңағы сот отырысының сот үкімі 15 күннен кейін заңды күшіне енеді. Бізде өндірістегі аса ауыр санаттағы қылмыстық істерді қарайтын болғандықтан күніне 2-3 процестен болады. Ол жерде сотталушылардың саны ұйымдасқан қылмыс болса, сотталушылардың саны да көп болады, қатысушылардың да саны көп болады, адвокаттар, қорғаушылар көп болады. Олардың сотқа қатысуын ұйымдастыру көп жағдайда қиындық туғызады. Өйткені уақытылы келмеу, адвокаттардың басқа сот отырысында бос болмауы деген сияқты. Соның барлығын біз уақытылы ұйымдастырып, сот процесінің үзілмеуін қамтамасыз ету керекпіз. Уақытылы басталып, тараптардың уақытында келуі барлығын қамтамасыз ету керекпіз. Хатшылардың қателесуге ешқандай мүмкіндігі жоқ. Үтірге де жауап береміз. Әр тараптың жазылған бас әрпі мысалы қате жазылса да оған да жауап береміз. Сот отырысы барысында жазылатын өтініш хаттар, хаттамалық шешімдер, судьяның сол сот отырысында шешетін барлығы қатесіз жазылуы тиіс.
сот саласына келген кезде біз хатшы болып мысалы тағайындалған кезде біз өзімізді бейтарап түрде ұстауымыз керекпіз. Бейтарап түрде адамның эмоциясына әсер етеді, әрине ол психологиялық адамға да әсер беруі мүмкін. Біз бірақ өз тарапымыздан оны көрсетпеуге тырысамыз. Бейтарап күйде сот барысын жалғастырып, сот отырысына қатысушылардың эмоциялық жай-күйіне мән бермеуге тырысамыз. Есіме бір іс түсіп тұр. 1 жас 9 айлық баланың зорлық-зомбылықпен және қиянат, қатыгездік көріп қайтыс болғаны. 1 жас 9 айлық баланы. Сол кезде мен шынымды айтайын, эмоцияны ұстай алмадым. Үкіммен жариялау кезінде өте қиын болды. Тек қана үкімді жариялау емес, айыптау актісіндегі жаңағы оқиғаның қалай болғанын тізіп айтқан кезінде өзіңді ұстай алмайсың шынымен де. Істің ішінде өте нақты көрсетілген картиналарды көргенде, мысалы, өйткені баланың жасын өте жас екен бала, сол кезінде эмоцияны ұстай алмай жылаған кездерім болды. Сот отырысының хатшысы деген ең бірінші заңнаманы білу керек. Толық білу керек заңнаманы, мұқиятты болу керек, тиянақты болу керек, жауапкершілігі мол, жауапкершілігі өте жоғары болу керек. Себебі бұл жерде айтып өткенімдей әр үтірге, әр әріпке жауаптымыз, қатеге жол жоқ ешқандай. Және бейтарап болуымыз керек. Судья мен хатшының арасы өте тығыз байланысты, бір-бірімен өте байланысты болады. Судьяның тікелей тапсырмасын орындау, мысалы, сот отырысының хатшысының міндеті шығарылған сот актілерін, қаулыларын және әртүрлі тапсырмалары, нұсқаулықтары болуы мүмкін. Солардың барлығын тікелей орындау хатшының міндеті. Жалпы сот барысының өтуі, соттың ұйымдастырылуы, қылмыстық істің толық қаралып аяқталуы және оның орындалып мұрағатқа тапсырылғанға дейін сот отырысының хатшысы мен судьяның қарым-қатынасы өте тығыз байланысты болады. Қазіргі сәтте адамдардың барлығы заңды біледі, өзінің құқықтарын қорғай алады. Сол себепті сотқа жүгінеді деп ойлаймын. Сотқа әділдік іздеп келеді көп адамдар. Бұрын адамдардың құқықтық білімі төмен болғандықтан сотқа сенімі де төмен болатын. Қазір адамдар өзінің құқығын қорғай алатын біледі, сотқа ашық түрде келе алады. Өйткені сот ашық, барлық адамдардың құқығын қорғай алады, әділдікті орната алады. Сот жұмысының негізгі рөлі сот төрелігін атқару, ол жөнінде көптеген материалдар бар, бәрі біледі ғой, сот немен айналысатын. Бірақ соның ішінде сот отырысының хатшысының жұмысы туралы айтқым келеді. Олардың жұмысы бұл көзге көрінбейтін еңбек болып табылады ғой. Көпшілік сот жұмысын тек судьялармен ғана байланыстырып жатады, бірақ осы кез келген сот процесінің артында хатшының көзге көрінбейтін еңбегі тұр. Алдымен хатшы бұл процеске қатысушыларды уақытылы хабардар етіп, құжаттарды рәсімдейді, заңға сәйкестіріп, сонымен қатар хаттама жүргізеді. Одан бөлек хатшы бұл соттың алғашқы бейнесі деп айтсақ та болады. Сотқа келген азаматтардың барлығы біріншіден хатшымен кездеседі. Хатшының кәсібилігі, оның мәдениеті, соның барлығы жаңағы сотқа келген адамның сотқа деген сенімін арттырады деп ойлаймын. Бұдан бөлек хатшыны психолог деп те айтуға болады. Себебі хатшы көбінесе іс материалдармен танысуға келген тараптарды, сотталушыларды барлығын іс материалдармен таныстырып, жаңағы ол адамдардың барлығының әртүрлі эмоциясы бар, күйзелісі бар. Сол күйзелісті эмоцияны сабырмен қабылдап, оларға басу айтып, өзінің қолынан келген көмегінде хатшы көрсетеді. Судья мен хатшы байланыста жұмыс істеуі міндетті түрде. Себебі судья сот төрелігін жүзеге асыратын болса, сол сот төрелігінің сапалы әрі жаңағы тиімді
болуы хатшыға байланысты. Сол себепті байланыста жұмыс істеу міндетті. Судьяның жұмысы мен хатшының жұмысы бөлек. Судья істерді қарап шешім қабылдайтын болса, хатшы сол судьяның шешім қабылдап істерді қарауына ықпал етіп, соның жұмысына көмек көрсететін адам ретінде ғой. Сот отырысының хатшысы, жаңа айттым, оның жұмысы көзге көрінбейді, бірақ істің уақытылы, сапалы қаралу хатшыға байланысты. Отбасымен жұмысты бірге алып жүру көбіне кішкене уақыт жетпеу салдарынан әртүрлі болады. Кейде жұмыс уақытына көп кетіп қалады, отбасыма көңіл бөлінбей қалады деген сияқты. Бірақ сол екі жақта да барынша алып жүруге тырысып жатырмын. Біз жұмыстан кейін әркім өзінің хоббиіне, біреу кітап оқуы мүмкін, біреу караокеге, спорт клубтарға баруы мүмкін. Кейбіреулер мысалы атқа шабумен уақытын өткізеді. Мен өз басым достарыммен өткізгенді, отбасыммен бір жаққа шығып демалғанды жақсы көрем. Таза ауа аясында пикникке шығып, осылай таза ауаға шығып, осы Астана қаласындағы барлық көрікті жерлерді көрсетіп, мұражай аралаймыз. Болып жатса концерттерге барамыз, кинотеатр, мультфильмдер көруге барамыз. Отбасымен өткізуге тырысамын. Жұмыстың қиындығына қарамастан өзі режим өзі таңертең 6-та басталады ғой. 6-та мен кетемін жұмысқа, 7-де жібек шығады. Сол 3 баланы 3 жаққа барып өз жұмысқа барады. Жұмыс енді қалада болғасын қиын ғой. Бір автобустан бір автобусқа мініп, бір жерден келесі көшеге барып, сол сияқты. Жұмыс кезінде кешке дейін созылып кетеді. Сондай қарамастан да таңдаған мамандығы, оқыған саласы болғасын жақсы көреді жұмыс. Соттың да шығармашылық өмірінде мәдени, творчестволық, спорт жағынан да қатысып жүрмін. Мәдени іс-шараларында, конкурстарына да қатысып жүрмін. Домбырамен ән айтып берем, көріністерге қатысамыз, жүргізуші де боламын. Домбырамен күйде тартып беремін. Ол мектептен негізі қалыптасып қалған үрдіс ол менде. Мектептен бастап ансамбльде отырып келе жатырмын, ән айтып келе жатырмын. Соның барлығы осы қазіргі өмірімде соттың саласында да өте пайдасын тигізіп жатыр. Домбырамен өлең айту, ансамбльде отыру, әр конкурс сайын және алғыс хатпен марапатталып жатырмыз соның арқасында. Жан жақтымыз, мәдени жағынан да, спорт жағынан да жан жақтымыз деп айтуға болады. Әр хатшының арманы, мен ойлаймын, судья болу. Судья болу бұл заңгерлік мамандықтың ең биік шыңы, пьедестал деп ойлаймын. Бірақ оның барлығы еңбекпен, тәжірибемен, ұқыптылықпен келетін жол. Ол жолға судья болуға әр хатшы өзін дайындайды. Эмоциялық тұрғыдан және ішкі жан дүниесінде дайындайды. Себебі адамның өмірін шешу, тағдырын шешу оңай емес. Сотқа келген адамдар сот залында прокурор, адвокат, судьяны ғана көреді. Бірақ үнсіз отырған хатшыны байқамайды. Ал осы сот барысының ұйымдастырылуын қамтамасыз ететін, дәлдікті, мұқияттылықты қамтамасыз ететін хатшының жұмысын ешкім байқай бермейді. Сот отырысының хатшысы ол адамдар мен судьяның ортасындағы көрінбейтін байланыс деп айтсам болады.